Кредитін төлей алмай күнін әрең көріп жүрген азаматтардың жалғыз баспанасын банктегілер тартып алуға құқылы. 10 жыл бойы талқыланып келген ақыры шенеуніктер жеке тұлға банкроттығы туралы заңды нұсқамасы көзделген. Заң жобасына сай нақты кімдердің несиелері кешіріледі. Банкроттық сотқа дейін және соттан кейін деп бөлінеді. Сотқа жүгінбей банкрот деп жариялау 12 ай ішінде 300 мың теңгеден аспайтын қарызды өтемеген жағдайда және жеке мүлкі жоқ азаматтар. 6 ай ішінде 5 миллион теңге жуық қарызды өтемеген азаматтар. Банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлар алдында 5 жылдан астам берешегі бар азаматтар. Сот арқылы банкрот жариялау 5 миллион теңгеден асатын берешегі бар азаматтар. Бұл рәсім барысында борышкерлердің жеке мүлкі саудаға салынатын болады, демек сот арқылы банк қарызын өтеп алады. Егер де жеке мүлік кепілде болмаса, банктың оған ешқандай құқы жоқ өндіруге. Мүлік кепілдігінің төлеген сумасы 80-85%-дан асса, мүлік аукцион арқылы сатылмайды. 5 миллион астам қарызыңыз болса, 5 жылға бөліп төлеуге рұқсат. Алайда айлығыңыздың күнкөріс шегіндегі сумасын қалдырып, қалғанын банк сыпырып алып отыратын болады. Банкрот деп жариялау қалай қаралады? Азаматтарға арналған үкімет е-салық азамат порталына жіберілген өтінім 6 айдан бастап бірнеше күн қаралуы мүмкін. Егер де барлық процестен өтсеңіз, қарызыңыз кешірілетін болады. Негізгі шарттары: банкрот болғаннан кейін 5 жыл қарыз ала алмайсыз, 3 жыл шет мемлекетке шыға алмайсыз, емдік мақсат болмаса, қайта банкрот болуға рұқсат жоқ.